Бәріңе сәлем, осы видеода мен бүкіл YouTube'тағы барлық арналардың ішіндегі ең көп подписчигі бар каналдар туралы айтатын боламын. Бүкіл әлем бойынша арналардың ішіндегі ең көп подписчигі бар қандай канал екен? Ендеше сен арнаға тіркеліп, лайкыңды баса бер. 10-шы орында 60 миллион подписчигі бар Like Nasty арнасы. Әрине детский контент дегенмен де видеолардың атауларын ағылшыншаға аударады және видео кезінде сөйлемейді. Соның арқасында 60 миллионға жетті. Ал арнаның жалпы қаралым саны болса 41 миллиард 764 миллион. Ал келесі бізде музыкалық арна. 60 миллион 200 мың жазылушысы бар Channel Condzilla. Арнасында музыкалар, клиптер анау-мынау. Қаралым саны 41 миллиард 782 миллион. Келесі бізде тағы бір музыкалық канал, бірақ бұл жолы Индиянікі. 61 миллион 400 мың подписчигі бар, ал арнадағы жалпы қаралым саны болса 29 миллиард 397 миллион. 62 миллион 900 мың жазылушысы бар Kids Diana шоу арнасы 7-ші орында. Бұл арна детский контент, балаларға арналған заттар түсіреді. Қаралым саны 38 миллиард. Реслинг бұндай танымал деп ойламаппын. Осы топтағы жалғыз спорттық арна VVA. VVA-де 65 миллион 700 мың подписчигі бар. Бұл топқа тіпті футбол туралы да, UFC туралы да арналар кірген жоқ. Жалғыз осы VVA. Демек реслинг олардан да танымал ма? Арнаның қаралым саны 48 миллиард 472 миллион. Келесі бізде 5 Minutes Crafts. Бұл жерде 68 миллион 200 мың жазылушы бар. Өздерің көріп тұрғандай, бұл арнада неше түрлі лайфхактар, анау-мынаулар, лаққан заттар шығады. Бұл арна 5-ші орында болса да, қаралым саны алдындағы арналардан аз екен. 18 миллиард 468 миллион. Жарайды, ештеңе етпес, келесіге кеттік. Тағы бір Индияның арнасы 81 миллион 900 мың подписчигі бар Set India арнасы. Бірақ та жапондық Sony-дегі сияқты, себебі Sony-дің белгішесін қойып қойған. Видео превьюларына қарасақ, неше түрлі шоулар, интервьюлер, сериалдар түсіретін сияқты. Арнаның жалпы қаралым санын өздерің көріп тұрғандай 65 миллиард. Мінекей, 3-ші орынға да келіп жеттік. 3-ші орында мультфильмдер шығаратын CoComelon деген арна. Бұл арнада 93 миллион подписчигі бар. Бұлар бір керемет мультфильм жасайтын сияқты ғой. Қаралым санының өзі 76 миллиард. Мұналар шынымен де мультфильмді өлтіретін сияқты ғой. Бұл топтағы алғашқы блогер. Ешқандай да entertainment емес, корпорация емес, музыкалық арна емес, блогердің арнасы 2-ші орында. PewDiePie'да қазіргі күнде 106 миллион подписчигі бар. Ол әлемдегі номері 1 блогер. Арнасының жалпы қаралым саны почти 26 миллиард. Бұл топқа 152 миллион подписчикпен бірінші орынға келіп жайғасқан арна тағы да Индияның музыкалық арнасы T-Series. Клиптер, музыкалар, анау-мынаулар. Арнадағы қаралым саны болса 123 миллиард 493 миллион. Өздерің көргенде бұл топтамада тек 2 арна болды. Біреуі PewDiePie'дікі, екінші VVA. Ал басқаларының бәрі музыкалық немесе детский контент арналары. Балалардың арналарының танымал болу себебі оны кез келген адамдар көре береді, және әлемде балалар көп. Ал музыкалық арналарға келсек, біріншіден музыка бәріне ұнайды. Ал екіншіден, ол арналардың көбісі Индиянікі болды. Ал Индияда не көп? Адамдар көп. Сол себепті олар подписчиктерді миллиондап жинай алады. Қытайда да адам көп болғандықтан оларға подписчик жинау оңай болушы еді. Бірақ Қытайдың өзінің жеке интернеті бар, ол жақта YouTube жоқ. Мінекей, бүгінгі видео осындай болып шықты. Егер видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпа. Арнамда алғаш рет болсаң, арнаға тіркел.